Сәлем достар, сіздермен бірге Сихан балауса бүгін өте керемет палау жасаймыз. Ең алдымен қызып тұрған майға етімізді салып, қызартып қуырамыз. Одан соң пиязымызды салып, қызартып қуыратын боламыз. Міне біздің пиязымыз осылай қызаруы қажет. Бұл өте маңызды. Енді бір қызығы, біз балалық күнімізде осылай жейтін едік. Яғни шалқан салдым. Шалқанды осылай пияз қуырғаннан кейін кішкене қызартып қуырамыз. Ол әрі өте пайдалы. Және біз сары сәбіз қолдандық. Сары сәбіз негізі палауда өте жеңіл етеді қызыл сәбізге қарағанда. Және де өзінің пайдалы сөлі шығады тағамда, сондықтан да сары сәбіз пайдаланған жөн. Және де көбінде сәбізді тураған кезде қиындық туғызып жатады адамдарда. Мен бір лайфхак ұсынайын, осылай бір қырын кесесіздер де жанынан тігінен осылай кесе бастайсыздар. Негізі бір қырынан кескен дұрыс емес, осылай тігінен кескен дұрыс, өйткені сәбізіміз езіліп кетпеуі үшін. Міне біз сәбіздерімізді осылай турап аламыз, және де шалқанымыз бір қуырылғаннан кейін сәбіздеріміздің барлығын сала бастаймыз. Және де бір 3-4 минуттай қуырып, су қоса берсеңіздер болады. Сәбізіміз бір қуырылып алғаннан кейін оның бетінен су құямыз, бұқтырып қоямыз. Мына қарай тұз қосамыз. Одан әрі күрішке дайындаламыз. Көбісі күрішті жібітіп немесе тұзды суға салады. Мен жағдайымда жай ғана осы салардан алдын жақсылап жуып алатын боламын. Ал енді біздің сәбізіміз қайнап шықты. Енді оған күріш сала бастаймыз. Міне күрішті шет-шетінен, яғни барлық жеріне біркелкілендіріп салып аламыз. Себебі күріштің біркелкі болып пісуіне әсер ететін болады. Сондықтан да бір келкілендіріп жақсылап тұрып күрішті салып алыңыздар. Бізге су қажет емес, өзінің суы да жеткілікті. Міне бетімен тұр, яғни бір елі үстінен шығып тұр. Енді көбісі зираны күріштің астына салады екен. Мен жағдайымда мен үстіне саламын. Және де зира салған кезде бір лайфхак айтқым келіп отыр. Осылай видеода көрсетілгендей қолдарыңызға алып умаждап салғаныңыз дұрыс, себебі зираның хош иісі мен керемет дәмі күрішке де өтетін болады. Яғни суға араласып кетпей, өзінің дәмі әдемі болып хош иістеніп шығып тұратын болады. Міне жақсылап тұрып зираны салып, бетін тегістеп, енді жауып қоятын боламыз бұқтырып. Палауымыздың кішкене суы тартылғанша астын орташа отта қоямыз. Міне осылай бір қабатын төңкеріп шығамыз. Беткі қабаты дұрыстап пісу үшін. Және де палаудың астын баяу қойып, бұқтырып қоятын боламыз. Міне достар, бір ашып көрейік. Беткі қабаты да күрішіміздің жақсы пісіп келе жатыр, өздеріңіз көріп отырсыздар. Және де астында қалған сөлдері бетіне жақсылап шығу үшін, бетін буландыру үшін осылай тесіп шығатын боламыз. Міне достар, біздің палауымыз дайын болды. Міне осылай үлкен ыдысқа салып бастаймыз. Ерекше болып шығатын шалқан қосылған палау сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі сөзсіз керемет болып шығады. Әрі ішіндегі заттары, сары сәбізі міне езілмей шыққан өте пайдалы, асқазанға ауыр тимейтін палау деп те айта аламын. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.